Ұлттық қауіпсіздік комитеті бұрынғы төрағасы Кәрім Мәсімов пен Шымкенттің экс-әкімі Ғабидолла Әбдірахмановке қатысты алаяқтық бабы бойынша іс қозғалды. Бұл туралы Казачков офсайт телеграм арнасы хабарлайды. Іс Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190 бабының 4 бөлігі аса ірі көлемдегі алаяқтық бойынша тергелуде. Жаза мүлкі тәркіленіп 5-тен 10-ға дейін. Осы бап бойынша орташа мерзім 8 жыл бас бостандығынан айыру, сондықтан да болар. Бас прокуратура рейдерлік іс жоқ деп жауап берді. Ол да алаяқтық бойынша. Ақпаратты полиция подполковнигі Салтанат Әзірбек Алматы қаласы полиция департаментінің ресми өкілі ресми түрде растады делінген хабарламада. Оның түсініктемесінде Әбдірахманов пен Мәсімовті қосқанда 5 адам одан ірі көлемде және заңсыз ақша алғаны айтылған. Біз 2-3 миллион доллар туралы айтып отырмыз. Олар тағы 10 миллион доллар сұраған. Олар не сұрады және не үшін төледі әзірге жұмбақ делінген хабарламада. Бұған дейін 20 мамырда Казачков Әбдірахманов пен Мәсімовке қарсы рейдерлік фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалғанын айтқан.